Бүгінде әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі Қазақстан Республикасының халықаралық деңгейдегі үлкен брендтерінің бірі болып саналады. 20 жылдық тарихы бар дінаралық саммиттің өткеніне қысқаша шолу жасап көретін болсақ, съездің шақырылуына бірқатар оқиғалар себеп болды деп айтсақ болады. 21 ғасырдың өзі үлкен терактімен басталған болатын. 2001 жылғы Америка құрама штатындағы лаңкестік оқиғаға әлем куә болған болатын. Егіз мұнараларға жасалған теракті саны бойынша тарихтағы адам құрбандарының саны бойынша тарихтағы ең үлкен оқиға болды деп айтсақ болады. Осы және өзге де себептерге байланысты жалпы Қазақстан Республикасы конфессияаралық дінаралық диалогқа арналған үлкен алаң қажеттігі жайлы бастама ұсынды. Бұл бастаманы Ватикан және өзге де дін өкілдері, үлкен белгілі саясаткерлер қабыл алып қолдаған болатын. Осы оқиғаның жалғасы ретінде үлкен діни оқиға ретінде айтатын болсақ, сол 2001 жыл Қазақстан Республикасына өзінің пасторлық сапарымен, ресми сапарымен Рим шіркеуінің басшысы, Рим папасы Иоанн Павел II Қазақстан жеріне келген болатын, және бұл бастаманы ол кісі де қолдау білдіріп, өзінің қолдауын көрсеткен болатын бұл бастамаға. Жалпы алғанда, осылайша 2003 жылы ең алғашқы әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің алғашқы бас қосуы елордада болып өтті, және бұл үлкен саяси діни оқиға болды деп айтсақ артық болмайды. Дінаралық бірінші саммитке Европаның, Азияның, Африканың және таяу шығыстың 13 елінен делегациялар қатысқан болса, 2022 жылғы 7-ші съезге 50 мемлекеттен 100-ден аса делегация қатысты. Бұл дегеніміз 20 жылдық тарихи барысында съездің даму динамикасын білдіреді. Осы 20 жылдық даму тарихы барысында әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі сандық және сапалық жағынан, мазмұндық жағынан ұдайы даму үстінде болды деп айтсақ болады. Ол тек қана жаңағы конфессиялар, шақырылатын конфессиялар мен діндердің ғана артуы емес, ол географиялық тұрғыдан, мемлекеттік тұрғыдан да жалпы ұлғаюды байқататын еді. Қатысатын делегаттардың саны да өте көбейгендігін білдірді. Бұл дегеніміз бұл съезге сұраныс бар екендігін білдіреді, және осында қажеттілікті тудыратын алаң біздің Қазақстан Республикасының Астанада жиналатын съезі үлкен қызығушылық танытады әлемдік деңгейде деген мағынаны білдіреді. Жалпы әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің алғашқы съезінде съездің жұмыс органдары ретінде хатшылық және жұмыс тобы құрылған болатын. Бұл органдар съездің институттары ретінде бүгінде нығайып келеді, және негізінен съездің құжаттарын, қорытынды құжаттарын, декларацияны, қандай мәселелер қарастырылатын болады, қай жерде өткізіледі және уақыты қандай деген сынды құжаттарды дайындап, жаңағы жұмыс тобы мен хатшылық өкілдері съездің жұмысын дайындап отыратын бірден бір жұмыс органы болып табылады. Жалпы әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 20 жылдық тарихында 7 съез өткізілді, 21 хатшылық өткізілді. Осы 7 съездің әрқайсысы өзінің жаңағы ерекшелігімен тарихта орын алып есте алып деп айтсақ болады. Мысалға, әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің тақырыптары әртүрлі іргелі тақырыптарды қарастырып талқылаған болатын съезге қатысушылар. Бұл съездің аты көрсетіп тұрғандай, діни лидерлердің ортақ алаңы болғандықтан, дінаралық саммит болғандықтан, осы алаң тақырыбына сай көбінесе діни лидерлердің рөлі жайлы қарастырылған болатын. Тақырыптар осы мәселелер төңірегінде шоғырланды, және көп жағдайда, мысал үшін айтып қарайтын болсақ, толеранттылық, өзара құрмет және ынтымақтастыққа негізделген әлемді қалыптастырудағы діни лидерлердің рөлі, бейбітшілік пен даму мақсатындағы діни лидерлер мен саясаткерлер арасындағы диалог, діни лидерлер қауіпсіз әлем үшін сынды бірқатар тақырыптарды қарастырған болатын. Жалпы 3 жыл сайын өткізілетін съездің
тағы да бір ерекшелігі бұл 7-ші съездің кешеуілдетіп өткізілуі бұл пандемия себебіне байланысты болды. Көптеген әлемдік іс-шараларда бір жылға шегеріліп өткізіліп жатты. Осы сияқты әлем және дәстүрлі діндер лидерлерінің 7-ші съезі де 22-ші жылы өткізілген болады және тақырыбы да осыған байланысты пандемиядан кейінгі кезеңде адамзаттың рухани және әлеуметтік дамуындағы әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің рөлі деп қарастырылды. Бұл да бір 7-ші съездің ерекшелігі деп айта аламыз. Жалпы әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезіне көптеген діни, әрине өзінің негізгі қатысушылары, конфессияның өкілдері, негізгі дін өкілдері қатысумен қатар ерекше есте қалған үлкен саясаткерлердің, саяси басшылардың, мемлекет басшыларының қатысуымен де есте қалған болатын. Мысалы айтып өтетін болсақ, 4-ші съезге қатысуға жаңағы негізгі дін тарапындағы қонақ ретінде Мәскеу және бүкіл Ресей патриархы Кирилл қатысты және бүкіл әлемдік ислам лигасының бас хатшысы шейх Абдалла Абдельмухсин ат-Турки қатысқан болатын болса, 5-ші съезде Иордания Хашимит корольдігінің королі Абдалла II қатысты. Сонымен қатар Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун қатысты. Сол съезге Финляндияның президенті де сол кездегі қатысқан болатын. Тағы да бір атап өтетін жаңағы маңызды қонақтардың бірі ол Сербия Республикасының президенті де 6-шы съездің қонағы болған болатын. Александр Вучич мырза арнайы 6-шы съездің биік қонақтарының бірі болды. Енді әрине кешегі 22-ші жыл болып өткен ең соңғы съез өзінің үлкен қонақтарымен жаңағы үлкен бір ерекше биікте тұрды деп айтсақ болады. Себебі ол съезге Рим папасы Франциск қатысты және Әл-Асқардың шейхі, жоғарғы имам, Мысырдан келген исламдық суннизмнің өкілі Ахмед Әл-Таиб мырза да қатысқан болатын. Осы бір екі үлкен діни өкілдердің келуі 7-ші съездің жаңағы ерекше көркін берді деп айтсақ болады. Және біз осы тұрғыдан съез тарихында үлкен мақтанышпен осы тұлғалардың қатысуын біз мақтан ете айта аламыз. Жалпы әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съездері әр съез өзінің бастамаларымен және оның жүзеге асырылуымен де тарихта қалды деп айтсақ болатын. 1-ші съез ең алғашқы және жалпы дөңгелек үстелге діни өкілдерді көп жағдайда аралары қиындау діни өкілдерді дөңгелек үстел басына отырғызуымен ерекшеленген болса, алғашқы съез ретінде 2003 жылы өткен съезд жаңағы ең алғашқы болуымен, тұңғыш болуымен ерекшеленген болса, кейінгі съездерді бастамалары бұл әрине съезді дамыту тұрғысынан, нығайту тұрғысынан, жаңағы ілгерілету жағынан жаңағы көп басымдық беріліп отырды. 1-ші съездің бастамасы ретінде келесі съездерді өткізуге мынау діни лидерлердің, конфессиялардың өзара пікір таласып, дөңгелек үстел басына жиналып отырып съезді өткізетіндей, осындай алаңда өткізетіндей арнайы сарай болса, осындай ғимарат болса деген бастама көтерілгеннен кейін осы бірінші съездің бастамасы ретінде арнайы бейбітшілік және келісім сарайы құрылған болатын. Астананың көрікті жерлерінің бірі саналатын бұл ғимаратта әлі күнге дейін съездің жиналыстары, хатшылық пен жұмыс тобының отырыстары өтіп келеді. Бұл жер арнайы бейбітшілік және келісім сарайы британдық архитектор Норман Фостердің арнайы жобасымен жасалған үлкен бір осындай сарай салынған болатын. Тағы да бір құжаттық бастама ретінде 2-ші съезде дінаралық диалог принциптері құжаты қабылданды. Бұл 9 пункттан тұратын өте бір маңызды құжат болып есептелінеді. 3-ші съез бастамасы ретінде діни лидерлер кеңесінің құрылуында жеке атап өткеніміз жөн. Бұл қажеттілік болған кездерде жиналатын үлкен діни лидерлердің 14 дін өкілдерінен тұратын кеңес болып табылады және көптеген әртүрлі конфессиялық өкілдер арасындағы өзара түсіністік, ынтымақтастықты тереңдетуге арналған. Сонымен қатар съездің диалог алаңының тұжырымдамалық негізін нығайтуға бағытталған үлкен бір орган болып табылады. Кеңес әлемдік сегменттегі дағдарыс кезінде мәлімдемелер жасай алады, өтініштер жасай алады.
және өзінің өзге де функцияларын жүзеге асыра алады. Төртінші съездің өзінің ерекше бастамалары ретінде G-Global жаңағы ұлы әлем ортақ электронды порталының бір бөлігі ретінде жаңағы мемлекеттерге жаһандық төзімділік пен сенім принциптері мен құндылықтарын ілгерілетуге оның миссиясы болатын интернет ресурсын құру бастамасы енгізілді. Одан өзге бесінші бастама ретінде съездердің арнайы марапаттары тағайындалғанын атап өткеніміз жөн. Бұл дінаралық диалогқа қосқан үлесі үшін Астана халықаралық сыйлығы тағайындалды. Және 6-шы съезден бастап 7-ші съезде 2 съезд қатарынан бұл марапаттар жаңағы ұсынылып отырды. Одан өзге әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезінің құрмет медалі деген тағы да бір марапат тағайындалды. Сонымен қатар әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезінің арнайы жаңағы құрылған бейбітшілік және келісім сарайында бейбітшілік пен келісім мұражайын құру туралы бастама көтеріліп, осы мұражай бүгінгі күнге дейін өзінің қызметін сарайда атқарып келеді. 6-шы съезд бастамасы ретінде тағы да бір жұмыс органдарының бірі съездің хатшылықтың жұмыс тобымен бірлесіп жұмыс атқарып, жалпы съездің жұмыстарын ілгерілетуге, жалпы съездің қатысушыларының идеяларын ілгерілетуге атсалысып жүрген жұмыс органы керек болды. Қазақстанда тұрақты жұмыс істейтін орталық қажет болды. Соған қатысты конфессияаралық және өркениетаралық диалогты дамыту жөніндегі Назарбаев орталығы құрылды. Ол да өзінің функциясын атқарып келе жатқан үлкен бір орталық саналады. Енді 7-ші съезді әрине біз ерекше съезд деп атаймыз. Пандемиядан кейін өткізілген 22-ші жылы ең соңғы съезд ретінде есте қалды. Атап өткеніміздей үлкен діни лидерлер қонақ болды. Өзінің географиялық жағынан, конфессияаралық қатысушылар жағынан да ең бірден бір бірегей съезд болып өтті 7 съездердің арасында. Және осы съезде қатысқан Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бұл съездің болашағына қатысты үлкен бір 10 жылдық тұжырымдама дайындау қажеттігі жайлы атап өтті. Осындай тапсырма түсті. Сондықтан да кейінірек бұл 23-ші жылғы болған 21-ші хатшылыққа қатысушылар осындай құжатты дайындап, талқылап, бекітіп, бірнеше тілдерге аударып, осындай құжатты дайындаған болатын. Бұл тұжырымдама өте бір маңызды тұжырымдама болды деп айтсақ болады. Себебі әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезі және оның институттары, хатшылық, жұмыс тобының қызметін одан ары қарай дамытуға, ілгерілетуге атсалысатын, дінаралық конфессияаралық диалогты нығайтуға бағытталған көптеген іс-шараларды қарастырған үлкен бір маңызды құжат болып шықты деп айтсақ болады. Бұл бірнеше тілдерге аударылып және съезд серіктестеріне таратылды да. Жалпы енді осы тұжырымдамаға тікелей көшетін болсақ, аталған тұжырымдама 23-33 жылдар аралығын қарастырады және 10 жыл арасында бірқатар 3 бағыттағы үлкен көптеген іс-шараларды жүзеге асыру қарастырады. Жалпы негізгі 3 бағыты ретінде бұл дінаралық саммиттің өзінің жаңағы өзекті жаһандық трендтер мен сын қатерлерді ескере отырып, осы съезді өткізу дайындау болатын болса, бірінші бағыты, екінші бағыты ол съездердің декларациясын жүйелі іске асыру негізінде қазіргі әлемнің жаһандық проблемаларын шешуге жәрдемдесу саласы. Үшінші саласы ол рухани дипломатияны дамыту болып табылады. Енді осы бағытта қысқаша тоқталып өтетін болсақ, бірінші бағытта съездің жұмысын дайындау әрине дәстүрлі түрде 20 жыл өткізіліп келе жатқандай 3 жыл салып өткізілетін болады. Ол Қазақстан Республикасының территориясында өткізілетін болады міндетті түрде. Және съезд серіктестерімен бірлесе отырып, Қазақстанда да халықаралық деңгейде де съезд декларациясын ілгерілету және практикалық іске асыру жөніндегі жол картасын қабылдау көзделген. Сонымен қатар съездер бағдарламасында жас діни лидерлер форумын өткізу, сондай-ақ жас рухани қайраткерлер мен зайырлы жастардың қатысуымен басқа да шараларды өткізу жоспарланған. Осы жас діни лидерлер форумын өткізу
2024 болатын 22-ші хатшылық аясында сол іс-шарамен бірлесе отырып жас діни лидерлердің алғашқы форумын өткізу жоспарланып отыр. Келесі дінаралық диалогқа қосқан үлес үшін Астана халықаралық сыйлығы және съездің құрмет медалі өзінің ары қарайда жаңағы лайықты өкілдеріне осы марапаттарды тапсыру жалғасын табатын болады. Бұл да тұжырымдамада бірінші бағытындағы көрсетіліп жазылып қалдырылған маңызды тармақтар. Екінші бағыт бойынша съездің құрылымдары халықаралық ұйымдармен және ұлттық үкіметтермен серіктестікте съезаралық кезеңдерде өңірлік дінаралық конференциялар өткізу, консультациялар өткізуге ниетті. Әлемдік әртүрлі өңірдегі даулар мен қақтығыстарды бейбіт жолмен шешу мақсатында медиация рәсімдеріне қатыса алады. Съез қатысушылары, хатшылық қатысушылары, діни лидерлер. Съезге қатысушылар форум аясында еріктілер қозғалысын қолдайды және дамытады деп те тұжырымдамада жазылған. Бұл дегеніміз волонтерлік жаңағы өзінің жеке бағыты болады деген мәселені көтереді. Съез материалдардың, баяндамалардың және еңбектердің электрондық кітапханасын қамтитын халықаралық рухани білім онлайн орталық құрылатын болады. Бұл орталық да өзіне тек қана ол материалдарды ғана емес, сонымен қатар дінге қатысты, конфессияға қатысты көптеген материалдарды қамтитын болады деп жоспарланған. Съез құрылымдары ғылым және білім беру құрылымдарымен серіктестікке діни диалог тақырыбын зерттеушілерге арналған дінаралық ынтымақтастық жөніндегі стипендиялар бағдарламасын қарастырады. Бұл да бір дін саласындағы және конфессияаралық қатынастар мәселесін қарастыратын діни теологиялық және зайырлы оқу орындарындағы көптеген білім алушыларға қызығушылық тудыратын ақпарат деп айтуға болады. Үшінші бағыт бойынша жаңағы рухани дипломатияға қатысты съез құрылымдары бейбітшілікке арналған діндер, дүниежүзілік ислам лигасы, Әл-Азхар Әл-Шариф, мұсылман ақсақалдары кеңесі, Хамада королінің жаһандық бейбіт қатар өмір сүру орталығы, сонымен қатар Катардағы Дохадағы халықаралық дінаралық диалог орталығы, діни және дәстүрлі бітімгерлер жүйесінің хатшылығы, король Абдалла ибн Абдель Азиз атындағы халықаралық дінаралық және мәдениетаралық диалог орталығы және басқа ұйымдар мен серіктестер сияқты мақсаттары мен міндеттері бойынша ұқсас көп жақты алаңдармен ынтымақтастықты дамытуды одан ары қарай жалғастыратын болады деп жоспарланып отыр. Қазіргі әлемнің жаһандық проблемаларын жеңілдету мақсатында әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлер рухани дипломатия мүмкіндіктерін дамытуға жәрдемдесетін болады деп тұжырымдамада жазылған. Осы мақсатта съездерге қатысушылардың шешімімен әлемдік және дәстүрлі лидерлер съезінің ізгі ниет елшілері тағайындалады деп жазылған. Осылай қорытындылай келе әлемдік және дәстүрлі лидерлер съезін 33 жылға дейін дамытудың 10 жылдық тұжырымдамасы съездің және оның институттарының өркендеуі мен нығайтуында маңызды рөл атқарады деп баға беруге болады.